енді. Корона бәрібір менікі болады. Басты үміткер кім? Басты үміткер Гүлім Сағадат. Гүлім Сағадат Асыл ару сұлулық байқауының тәжіне бірден-бір үміткер. 1998 жылы наурыз айының 4-ші жұлдызында дүниеге келген ару Арқалық қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы нөмірі 5-ші орта мектептің түлегі. Бүгінгі таңда Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің гуманитарлық әлеуметтік факультетінің журналистика мамандығында оқиды. Мамандығын сүйетін бойжеткен уақытының көп бөлігін шығармашылық ізденіске арнайды. Сондай-ақ, өнерлі қызымыз бос уақытын университет қабырғасындағы өнер студиясында өткізеді. Анасынан дарыған әншілік өнерін шыңдауда вокалдық сабақтарын алады. Бишілік өнерде жоқ емес. Бәдіри Сафа би ансамблінде өнер көрсеткен. Ашық мінезінің арқасында әзілге жақын достары да көп. Өзінің де жайдарман ойнайтын қыры бар. Сондықтан бұл бойжеткен финалда барын салса, Асыл ару 2017 атануы әбден мүмкін. Алло, мен Гүлім Сағадат. Қалай сонда? Коронаны ұрлап кетті? Қазір барам.